Көп өйде бергеннен көп іс бітірген абзал. Сондықтан алдындағы 2 жылға арналған бағдарламам келесі 3 тармақтан тұрады. Бірінші, білім саласы. Неге біз балаларымызды ақылы білім орталықтарына тасимыз? Өйткені Астана, Алматы және Шымкент қалаларында мектептер лық толы. Ал бір сыныпта 38 бала отырған кезде әлемнің ең мықты мұғалімі өзде сапалы білім бере алмайды. Қалаларда тұрғын үйлер тұрғызылып, мектеп салуға жер қалмаған анық факт. Сондықтан заңды түрде орта білім беру саласында жаңа опцияларды енгізу үшін жұмыс істеймін. Мен алғашқы қадамдарым жартылай дистанциондық оқыту және жаңа формат білім орталықтарын ұйымдастыру үшін білім туралы заңға өзгерістерді енгізу. Екінші, дін бостандығы. Еліміздегі мектептердің көбісінде директор немесе директор меңгерушісі заңды тыйым жоқ болуына қарамастан орамал киген қыздарымызды сабаққа кіргізбейді. Бұл адамдардың конституциялық құқықтарын үлкен бұзушылық болып табылады. Сондай-ақ 2016 жылдан бастап мемлекеттік органдардан намазханалар жабылып, сол жерлерде ғибадат құлшылық орындауға заңды түрде тыйым салынған. Бірақ соған қарамастан жыл сайын көптеген адамдар дінге бет бұрып, ораза ұстап, намаз оқып бастауда. Бұл өте жақсы тенденция, өйткені рухани дамыған адамдар мемлекетіміздің жемқорлықпен күресінде басты тірегі. Мен мектепте орамал кию мәселесін шешу үшін білім министрінің 26 жарлығына өзгерістер енгізу үшін жұмыс істеймін. Депутат ретінде азаматтардың діни бостандығына деген конституциялық құқықтарын толық қамтамасыз ету үшін діни қызмет туралы заңға өзгерістер енгізуге бастамалар жасаймын. Үшінші, жемқорлықпен күрес. Шыны керек, кандидаттардың бәрі осы туралы айтады, және мемлекет бұл мәселесін шешу үшін көп іс-шаралар атқаруда. Бірақ менің бастамаларымның айырмашылығы жемқорлыққа апаратын алғашқы себептермен күрес. Мен мақсатым бір жолды жыл сайын жөндеуге, сау бордюр мен брусчатканы қайта-қайта ауыстыруға жол бермейтін батыс елдерден инфрақұрылымдарды қаржыландыру және жоспарлау жүйелерін енгізу. Мен барлық қалаларда тұрғын үйлер бір-біріне жақын тығыз-тығыз қылып салуға мораторий жариялауды талап етемін. Біз болмасақ, онда кім? Бүгін болмаса, онда қашан?